Бұл Мариям және бұның 44 баласы бар. Африка елінің тұрғыны өзінің 44 балаларымен журналистке таныстыру сәті. Бұған сұрақ қойған кезде не үшін қандай қиындық өткізген сұрағында ол айтады, өзінің 12 жаста тұрмысқа кеткенін және де оның өгей шешесі оның туған аға әпкелерінің тамағына әйнек қосып беріп өлтіріп тастаған екен. Және де небәрі өзі босануына 3 күн қалғанда оны анасы тастап кеткен, және де әкесі оның үлкен жасы одан да үлкен адамға тұрмысқа берген. Сөйтіп бұл адам осы жақта қиыншылықпен өмір сүріп келеді екен. Дәл қазіргі уақытта ол 44 баланы тәрбиелеп келе жатыр бір өзі. Және де бұл кісінің қиыншылығын айта берсек өте көп екен. Солардың бірі өзі біріншісін 2-ден босанған, одан кейін 3-ден босанған екен, одан кейін жаңағы 4-ден босанған. Қиыншылықты өте көп көрген, қатты соққы жеген, қиналған, бірақ та ешнәрсеге мойымай әлі күнге дейін балалары үшін өмір сүріп келеді. Өзінің кішкентай осындай производствосы бар дейді, және де ол производствода ол дәрі-дәрмекпен, шөп-шалаңнан дәрі-дәрмек жасайды екен. Және де кітапхана, және де тігінші де болады, шаштараз да боламын, қандай жұмыс барлығын істей берем дейді. Оның кішкентай қызы медицинский салаға барған, оқыған, бірақ та бір адаммен танысып, сол адаммен күйеуге шығып, өкініштісі анасымен мүлде хабарласпай кеткен. Және де одан кейін 2 баласы да жақсы университет оқыған, бастап келе жатқан туризм саласы, машиностроение саласы, бірақ та ол ақша тапшылығына байланысты 2 баласы да оқуын тоқтап тастаған екен. Дәл қазіргі уақытта олар өздерін еңбек қылып, біреу шаштараз оқып жатыр дейді, біреуі компьютер саласын оқып жатыр дейді. Әйелдің арманы болса, балаларын білім алса екен, ешқандай ертерек тұрмысқа шықпаса екен, яғни де менің өмірімді қайталамаса екен деп сондай ақыл кеңесті айтады.